Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бауырсақ пісіретін боламыз және пирожкимен. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен құрамына 2 қасық дрожжи саламыз және өз қалауларыңызша қант салсаңыздар болады. Содан кейін бізге май керек, сармай. Және де майонез салатын боламын. Майонез ол өте қамырды жұмсақ қылады. Дәл осылай етіп жасап көріңіздер, ойларыңыздағыдай шығатын болады. Және мен бұған сүтке тұз саламын. Тұз салуды ұмытпаңыздар. Оған ыстық су араластырып, кішкене сомен илеймін. Қараңыздар, қамырым қандай әдемі, үлпілдек болып шығады, жұмсақ. Көрдіңіздер ма, достар, қалай көрініп тұр, тесті қалай шыққанын. Енді біз дәл осыны қойып қоямыз. Бетіне сұйық май жағуды ұмытпаңыздар, достар. Осы көтерілгеннен кейін тағы да бір рет қайырып қойып, тағы да көтергенін күтіңіздер. Сонда біздің қамырымыз өте әдемі, нәзік болып шығады, жұмсақ болып шығады, үлпілдек болып. Қараңыздар, міне менің қамырым қалай көтерілген, қандай әдемі, күшті көтерілген. Енді осыны біз домалақ қылып, мен бүгін бауырсақ жасаймын. Қамырымды жайып, домалақтап кесіп аламын да, содан кейін оны кішкене қойып қоямын. Бір 10-15 минутқа қойып, содан кейін қуырсаңыздар болады. Қамырымыз домалақ болып, бауырсағымыз піседі. Және мен қалған қамырыма пирожки жасадым.